Сәлем баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін өте дәмді бір жасағаннан шығатын американский панкейкілердің рецептімен бөлісетін боламын. Қараңыздар, іші де пісіп шығады, өте дәмді болады. 2 жұмыртқамызды ыдысымызға салып, оның үстіне қант салып, жақсылап араластыратын боламыз. Оның үстіне сұйық май қойысып, тағы жақсылап араластырып, жылы сүтімізді құямыз. Келесі бөлек ыдысымызға ұнға қопсытқышымызды қосып араластырып аламыз. Және де сұйық массамызға 3 бөлікке бөле отырып араластыратын боламыз. Бізде осындай қатты сұйық емес және де қою емес масса пайда болады. Және де ыдысымызды қыздырып аламыз да, оған панкейкілерімізді құйып шығамыз. Мен оның ортасына шоколад салдым, сіздер салмасаңыздар да болады, және үстін осылай жауып шығамыз. Қамырымызды құйғаннан кейін бізде осындай көпіршіктер пайда болады, яғни оны біз екінші бетін аударамыз. Қалған қамырымызды да осы сарында пісіріп аламыз. Міне бізде панкейкаларымыз дайын болды. Мен оның үстіне бал қосып ұсындым. Сіздер қалағандарыңызша ерітілген шоколад қосып, немесе жеміс-жидектермен ұсынсаңыздар болады. Видео ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.